Assalamualaikum, qadrmenli musulmon bowlar. Mineki elimizge bir konteynер artkылап жатырмыз. Азия Трейд компаниясының атынан Қазақстанға биылдан бастап, биыл болғанда жылдың аяғынан бастап 2020, 21, 22 жылға көліктер кетеді. Енді Қазақстанда құралмаған немесе Қазақстанда да тура сондай көлік болса да, көліктің жүрісі, ходовкасы, моторы мүлдем бөлек көліктер сіздер көресіздер. Оригинал, сапалы мықты көліктер. Енді мінекей бұл Kia K7 көлігі. Енді Қазақстанға бұнда официальный көлік кірмейді. Бірақ Кореяда осы көліктер бар. Енді бұлардың бұрынғысы 16 мен 19 арасында шыққан көліктер Қазақстанда кадензо келген болатын. Енді бұл көліктерді одан қарағанда функциясы өте көп, әрі максималды комплектациялар Қазақстанға қолжетімді бағамен жетеді. Онымен қарағанда мінекей өзіміздің баяғыдай қазақ бауырларымыз, ағаларымыз Toyota Camry көлігін жақсы көреді. Мінекей сол көлік кетеді Қазақстанға. Одан бөлек тағы да көліктер көп. Енді мына Kia K7-ді қысқа нұсқа айта кетейін. Парасы рестайлинг. Мінекей дистроник бар алды жағында, және умный круиз контроль, мына жақта скорость проекциясы, және алды жағында видео регистратор, яғни базасында, яғни заводский орнатылған. Енді видео регистратор болатқан видеоларды сіздер ішінен қалаған уақыттарыңызды көріп жүре аласыздар. 5 көшеге доступ. Мына жақтан да память сидениясы, аудио система, регулировкасы, барлығы бар. 9000 км жүрген, полный цифровой, мына жақта 360 градус камерасы. Мінекей мына жақта видеорегистратор, жалпы барлығы. Бұл көліктің іші, сырты кәдімгідей өзіне жарасымды, бағасы қолжетімді. Жоғары жағына алькантара орнатылған. Мына жақта брейк функциясын ғана көрсетіп қойып. Мына менюында осы жерлерде осындай опция бар, яғни видео регистраторда мына жерге қойып қойып. Мінекей мына жақта видео регистраторда полный барлықтарын көруге болады. Осындай функция артықшылығы. Және бұл көлігіңізді телефонмен машинаны байланыстырып қоятын режим бар, Kia Connect. Ол жақтан ютубтан, жан-жақтан қарайсыздар. Көліктің дауысы, жүрісі, дизайны өте өзіне жарасымды, өте керемет. Іші тіпті үлкен, 4995 мм, яғни 5 метрге жетеді ұзындығы. Арт жағында мінекей орын жылытқышы, пердесі және аудио система, управитель рестер, арт жағында шторкасы бар, және USB порттары екеу. Және ол быстрый зарядка, яғни тез телефоныңызды қуаттандырып бере алады. Енді одан бөлек елімізге Kia көлігінен бөлек Hyundai Santa Fe деген көлік бар. Бұл Қазақстанға 3,5 литр бензин, 8 сатылы, 249 аттың күші бар. Бұл жақта 2 литр турбо, 8 сатылы, 240 аттың күші бар. 2 литр турбо болса да 3,5 сияқты жүріп бере алады. Және жанармайды аз тұтынады. Одан кейін бұл жақта корейский сборка деген сөз, яғни таза өзінің бұлағынан шыққаннан кейін өте жұмсақ, жүрісі мықты, оңайлықпен бұзыла бермейді. Енді есікті ашып бір көрсетейін. Қысқа нұсқа. Полный комплектті память сиденья, крел аудио системасы болады. Полный память сиденьясы. Мына жақта 4WD барлық несі бар ортасында. Енді толық обзорды менің YouTube каналымнан көрсеңіздер болады. Бұл жақта да 360 градус камера барлығы орнатылған. Көліктің жүрісі өте жақсы, бағасына қолжетімді. Бұл көлікті Қазақстанға растамашкасымен примерно 15 миллион мен 16 миллион, 17 миллион арасына табуға болады. Ал енді біз жұмысымызды ары қарай жүктеуге арнаймыз. Саған қолы жетіп
Небес көлігінің Кореядағы полон комплектаны көретін болсаңыздар, ал жақсылап қараңыздар. Алды жағында 360 градус камера бар деп ешкім ойламаған болатын. Бұндай опция Кореяның өзінде санаулы ғана. Ашына қарасаңыздар, бұда да крен аудио система, салон полный қоңыр. Және астында жарық шамды. Орындықтар өздері спортивный, яғни маңдай орындықтар, Kia Carnival, Stinger, тағы да басқа. Санта-Фе көліктердің осында орындықтар болады. Қолдан жасасында. Алды жаққа айтып отырыңыздар. Мына жақта тұрған полный орын езі бар. Пол Отпадать вот. Будет специально венекрай, а вот здесь есть когда бар. Joğada fakirli. İkinci kolu. Paketi kolu var. Kolu paketi kolu girip oturup. Ал мінекей кезекті Kia K7 көлігі жүктеліп жатыр. Черный бриллиант, 3 литр бензин, 8 сатылы, 266 аттың күші бар. Жанармайда қалада 8-9 литр ғана жейді. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Төрт жол жүктелетін японский сборка Toyota Camry көлігі. Тек қана Қазақстанға, Кореядан ғана японский сборка көліктері жетеді. Қоңыр түсті, бұл қоңыр түсті. Яғни Genesis мықты элегант көліктер бар Кореяның, сол көліктердің қойылатын түстері. Мінекей салоны. Балондарынша сиденьенің үстіне не болу керек па? Керемет. Енді бұл жақтың оригинал Японияда құрастырылған көліктерді білесіздер. Сапасы өте жақсы. Мыналарда былқылдап тұрмайды. Өте жақсы құрастырылған. Алладағы сиденье. Дөңгелектер енді салонға салу керекпіз. Бұл жақтың өзінің тактикасы сондай. Мінекей көлікті жақсылап жүктедік. Олардың енді сырып кетпесін деп қарап жібердік. Одан кейін жоғары жақта көлік тұрасымен ұстап тұр, және жіппен, және екі жақта екі ағашты қойып, ортасына темірді қойып, ешқандай көлік бір-біріне зиян тимей жақсы бару үшін мықтап қойдық. Бір-біріне бекемдеп қойдық. Ал мінекей жауып жатыр. Ал енді бата береді кісілер бар ма? Бата береді. Қанша дегенмен бата менен ел көгереді, жаңбыр менен жел көгереді дейді. Ала, тағы да Ал енді ағалар, көліктеріңіз көп құтты болсын, шыныменде аман-есен елімізге жетсін, жол ашық болсын, уақытылы жетсін, тапсырыс беріңіздер, қорықпаңыздар. Бұл кетіп жатқан көліктер Қазақстан кетіп жатыр. Мінекей енді пломбасын қояды. Енді бұл пломба ала қалса, мінекей куәгер тура вакцина сағандай көрсетіп отыр ғой мына жағаш. Міне жаңадан ашып алып келдім. Коды осы қайталанбайды, және шешілмейді. Және суретке түсіріп алыңыз. Осы кодты Қазақстанға барғанда тура осы код болып тұрады. Дәлел. Енді мына мінекей пломбаны ілген адам және контейнер салжыбеген кісі де өзіне отчет ретінде түсіріп бары мықтап қойды. Ағайын бауырлар, видеоның аяғынан көргендеріңізге рахмет. Енді біз
Тағы бүгінгі Саренда 2021 және Hyundai Starex 2020 көлігін көреміз. LPG YouTube арнадан видеоны жалғастырып көресіздер. Бағана екі көлікті біз алдағы уақытта видео түсіретін боламыз. Біздің ісімізге береке, сіздерге көлік жақсы аман есен жетсін. Тағы да тапсырыс беріңіздер. Жақсы, келесі видеода жолыққанша уақытта сау болайық ағайын.